Қыздар қандай жігіттерді жақсы көреді деп ойлайсыздар? Әлбетте көптеген сипаттар бар, бірақ негізгі мынандай сипаттар болса, енді біздің қоғамдағы айтылатын сөздер бар ғой. Яғни қыздарды сындыру жолдары деген сияқты. Мысалы, ең бірінші мынандай: жігіттің мінезі көркем болса, танысатын жігіттің мінезі, яғни болашақ күйеуінің мінезі өте жақсы болса, ашуланшақ емес, яғни ол ашуланған кезде айналасын қырып жойып, ашуланып, ұрып соғып, жаңағыдай боқтайтындай болмаса, кәдімгідей кез келген мәселені өте сабырлы түрде шеше алатындай, сабырлы болса, иманды болса, кешірімді болса, және сөз таласқыш болмаса, әйелдер сияқты қыздармен, нәзік жандылармен сөз таластыратын болса, бұл жақсы қасиет емес. Қыздар осы сияқтылардан қашады. Және уәдесінде тұратын болса, өтірік айтпайтын болса, шыншыл болатын болса, осы сияқты сипаттар шынымен де нәзік жандылардың жүрегінен орын алады. Алла Тағала ер азаматтарға, жігіттерге осы жақсы қасиеттерді нәсіп етсін. Пайғамбар Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи уассаламның бойындағы қасиеттерді барша ер азаматтарға нәсіп етсін. Ал Хадиша анамыздың сипатын иншалла нәзік жандыларға нәсіп етсін.